Өзіміз істегенбіз, мына профнастиль бәрі бар бізде. Айт деп жатыр да бастықтар. Профнастиль бар бізде. Осының бәрін өзіміз істегенбіз ғой. Профнастиль қой. Міне, мына дизайн көріп тұрсың ба? Профнастиль бар бізде. Мына дизайн. Інім. Мынаның бәрі бар ғой. Мына дизайнды көрдің ба? Профнастиль бар бізде. Мына дизайн. Дегенбіз, профнастиль бар бізде. Мынадай дизайнда, інім, ішін профнастиль бар бізде. Мына, көріп тұрсың ба? Ұнады маған бір. Мына дизайндар көрдің ба? Шаршатта шеше. Сөйлесіп тұрсың ғой менде? Профнастиль бар бізде. Мынаның бәрін өзіміз істегенбіз ғой. Ұнады. Өлтіріпсіңдер. Профнастиль бар бізде еще. Ұнады ма саған? Ұнап тұр. Бізде? Так, не машина еді сізде? Кия ғой. Кия ма? Болды. 30-ың болды сіздікі. Інім, мен сен бастығың досымын. Бастығың. Поху. 30-ың әкел тез төле. Шәке жұмыс қалай болады? Інім қазір анаяққа баратыр қоятыр қазір. Жайшы? Жиен жұмысқа қалып қой. Мына жылып апты. Не ол? Не ол дейді, білмей тұрын ғой соны. Жиен қашып кетті. Құртып алдық. Реттейміз інім. Бас екен, жаңа Айтын Жақып келді ғой, май ауыстырып беріңдерші. Братан спортзал басқа жақта деді. Кетті ғой, 4 машина ғой. Машинасына деп ойламадың ба сен? Қой, інім, майыңды ауыстырып ақшасын төлеп қойдың ба? Иә. Енді қара, біздің мынау Prime Oil'да мотор жуып беру, сухой туманка, баллон қарайту, диагностика барлығы тегін ғой. Қойыңшы. Рахмет. Өзім істедім ғой мен. Ой, молодец інім. Рахмет сізге, үлкен рахмет. Капот жауып қойдың я сразу? Жауып қойдым, мен жүре берейін онда, ештеңе қалып кетпеді ма? Қалып кетті ғой? Не қалды? Саусақ қалып кетті ғой. Ема, братан. Аша бір. Амау, ей. Ұсталыпсың ғой. Соншалық қындырған несі? Түсімде жылан көрдім сол. Қалайша қорқпай қалдың, әшінде шошып оянушың ғой. Сен барда неден қорған, мен саған сенімділік берем ба мен? Ойбай, иә. Шөлдеп кеттім. Шай қойшы. Шай жейді. Шайға. Дайын ба шайың? Та-дам! Бір жаңалық қылдың ғой. Не бұл? Мынау мұздай деген лимонад күшті дәмі, краска қосылмайды. Жаздың ыстығында шөлін қанып қалады, күшті болады. Ішеді. Күшті, я? Жақсы екен. Шай ішпейміз, е? Мен шайың дайын ба? Кеңіз. Құлайға шүкір. Ұнады ма? Күш деген мынау. Мұздай арнайлап осындай шөлі қанбайтындарға шығарған қосын. По-любому шай қой. Шай ішкімге отырмаймын. Қардасың болмаса алдың алып отырасың? Жоқ, осы жерде болады. Осы яқ салып болып па? Балаң қотып отқаным қойды. Біраз мамалар алдын алып отырады, негізі мен көрген байқаған. Айтпашы, саламаймыз айтпашы. Жайшы? Балам бар ғой мен. Бармайсың. Қарындасым, неғып жылап отырсың сен? Тесттен шыққан ма жаңа? Опыты ма? Ештеңе алмайды, өмірің алдыда қалай болды? Екі сызық болды ғой? Сондай тест пе еді? Ойбай, олай күйеуің бар ма? Бар ғой. Ойбай, қуаныш қой енді, ол қуаныш қой. Сол қуаныштың кесірі болып тұр ғой сол. Жоқ, қуаныштың көз жасы емес. Е? Күйеуің аты кім? Абзал. Бір ұсталдың. Кәдімгі қуаныш ше? Міне. Көге бір музыка тыңдайық та? Болдым, без проблем. Міне. Оны спиртпен сүртпедің бе? Кеше ішкем. Қазір зыңдай қып. Музыка жоқ, магнитофон істемейді, не аласың ол? Көке әйтеуір бала-шағаң қамы деп күндізсін таксовать етіп. Ондай емес ей. Жағдай жақсы шүкір. Мен Бекгрупп дейтін Қазақстандағы номер 1 таксопаркқа тіркеліп алғам ғой. Апта сайын 100 заказ істейсің, алтын сандық дейтін конкурсқа қатысасың. 2 адамға шетелге путевка береді. Тош. iPhone 17 береді. Е? Не ол? 500 мың береді. Тош. Одан бөлек бар ғой. Адам өлтіре ме не істейді? Ей, қырғын сыйлықтар ақшалай бере береді ғой. Е? Тіркеліп алсайсың. Кайф ана таксопарк. Көресің ғой өзің, кайфовать етесің. Уайымдамаңдар. Жылан шаққан жағдайда ешқандай асықпаймыз. Шаққан жерді, міне, осы жерден шақты, қан жүріп кетпес үшін мына жақтан нықтап ұстап аламыз. Сол кезде қан
Скорый! Босай тезірек, әлі жүрсің ғой, абылжып. Бақыра бермеші, жай сөйлеші. Туалетке кіріп алайын қазір. Өлі, қандай туалет сағат 1-ге жазып қойдым ғана шаштарыңызға. Тезірек баршы, сояқтағы кіресің. Асықтырасың ғой. Бол тезірек. Бопты, иә. Жындық екен ғой. Қалай інім, амансыңдар? Ассалаумағалейкум, кіріңіз. Туалетке кіріп жасайын? Болды, кіре беріңіз. Рахмет. Ей, інім. Ей, Абдулат, қазір қойдым. Тірлігім бітір олай, інім. Ей, інім. Опа. Тыныштық па, не болып қалды? Кешір інім. Кешір інім. Үйдеген ғой. О, шеш. Пазорай. Мынау жуып алайын бар. Не болып қалды? Қара бет болды інім. Кешір. This log in one chop. Let's see it, buddy. Аяқта папа ұйықтап отыр. Тоқылдап қашып кетеміз. Давай. Қумасаңдар ше. Папа демалсын да. Сен көрсе бірінші. Басайсың. Енді көрейін ба? Давай. Кімді іздедің? Не ғой? Wi-Fi қосайын деген ғой. Wi-Fi несі? Кеше ғана тарифке деп ақша сұраған жоқсыңдар ма сендер? Geekstreet деп қақсап жүрмін ғой қашаннан бері. 3,5 теңге төлейсің, без лимит бүкіл абонементке бар ғой. Күшті ғой, иә. Сол тариф қостырып аласыз, Geekstreetке жазып. Болды онда мен кете берейін. Кете бергенде сен кетуіңе өзің көмектесең қазір. Қой, ә? Жүрші. Биыл мына балам бітірді ғой мен мектепті. Дұрыс. Соның гулянкасына 15 крузак, 20 двухсотка. Не дейді? 10 вертолет жалдадық қой. Ал керек болса, міне. Болды енді сонымен. Универ оқымайтын болды. Жайшам? Ақшаның бәрі соған кетті да. Шығындалдық қой босқа сол гулянкеге. Папа? Не болды? Не? 10 мың теңге беретіңші. Не амақшысың оны, не амақшысың сен? Тарифін бітіп қалды, соны сабылсам болды. Тариф бітіп қалды. Geekstreet'тен абалсай. Geekstreet? Айына 3,5 теңге төлейсің, без лимит. Алтел, Билайн, Теле2, Актив бәріне бар. Болды. Онда бір 25 мың бере тұрасыз ба? Құрек, шегінің. Болды. Кешің. Сендердікі онша емес екен. Онша емес несе? Біздің мектеп бітіргенімізге 20 жыл ғой биыл. Сөйтіп, класстастар жалпақтал дейтін ауылдағы Эльфил мұнарасын көрген ғой. Бізде ауылға істетейін деп отырық. Ол жақсы нәрсе ғой, ол ауылға кәдімгі жәрдемдесіп жақсы ғой. Классымызда 10 оқушы да біздің. Қой, соған 4,5 миллион теңгеден шығарайын деп отырмыз. О, шеше. Ассалаумағалейкум. Алло. Брат, қалайсың? Ой, шеше. Айданшы көке, айданшы. Қойшы, жаңа айдап алдым. Жүрекші көке ертіріп. Не қылып тыршық па? Военкомат. Военкомат? Иә. Асық па? Асық па? Жайшы? Мен де ұсталып қалдым. 50-ге дейін ақ кете береді екен ғой бұлар. Менгі бірақ 40 күндік. Сен бір жыл не күліп отырсың? Қарындасым мына картаны ашпай жатыр менің интернетімше. Берші телефон, сен интернетіңнен көрейік. Так, мына отец и дочь дейді. Әкенің қамқорлығы жетпей жүр ма қарындасым? Что?
орыссың ба? Болады саған. Сәбит, 4 адам деген ғой сен маған. Мынау 5-еу болып кетті ғой. 4-еу еді ғой олар. 5-шісін қазір босанып отыр ғой іште. Айт, 5-шісінің ақшасын төлесін. Аға, музыканы сәл басасыз ба? Болды. Тынық алайшы деймін. Дұрыс тынық алып, асықпай. Кім екен, Балам ғой. Екеуміз-ақ қой машинада. Артта балон емес па? Мынау не деген тапқырлық болды мынау? Әне мен бір түсінген мына заманда ескі машинамен таксовать етудің керегі жоқ екен ғой. Бүйтеді екенсің, Ақылбай дейтін автосалонға барасың, 5 берген машина шығарып береді, жаңа машиналарға 5 жыл гарантия береді. 7-8 жылдан бері жұмыс істеп жүрген менеджерлер бар ғой, саған одобрение шығарып береді ғой. Қанша жерге бардым ғой, одобрение шығарамады ғой. Осылар шығарып берді. Корейский машинаның түрі бар, трейдинг дейтін де бар екен. Ескі машинаңды алып келесің де, жаңа машина алып кетесің. Өте риза болдым. Риза болғаннан кейін реклама істеп тұрмын да осы жерде. Ойбай, Басеке бағана сіздің класстастарыңыз келіп, көтін ашып көріп кетті ғой. Жайша ма? Бірдеңе білдіңдер ма? Жоқ. Не бүйтіп мазақтап жүр олар? Білмеймін, өздері шешіп алып та күліп жүр. Жынды ма? Қуып жіберді сосын. Официант? Бай, інім, жай сөйлеші, өтініш, құршанаққа кетші, өтініш позор қыласың сен қазір мен. Жайша ма? Бывшаям отыр ана жерде. Күледі ол қазір маған. Жігітім ол соң. Өлім болды. Заказ ала берейін ба? Солай інім, қатын кетіп қалды. Қой, онда аға қайтайын мен. Қайтқан не сен тамақ жемедің ғой сен. Заказ алмадым ба мен сені? Айтса едім, ұмытып кеттім. Берейік. Клиентке апаратсың ба сен? Итімде бүйтіп тамақ ішпейді ғой мен. Адам мына заманда контейнермен тамақ іше ме? Обедім етті мен. Обедім ба? Отырып жеп аласың? Желание жоқ ұш. Тойып қалдым. Тойдырып жібердіңіз, братым. Бауырым, не істеп тұрсың? Машина жөндеп тұрмын. Қарасаң, телефон шылап тұр қой. Не мынау? Не мынау? Акимат! Жазылып тұрған жоқ па отбасылық жиде мейрамханасы деп? Тамақтары жақсы ма? Жақсы тамақтар. Не жұмысың бар сен? Не жұмысың бар? Бастығың мен сен? Сен кімсің сонда? Менікі пранк еді ғой. Пранкты 3 күннен кейін айтады кезіндерсіңдер. Мен жұмысқа шығамын сонда? Шығасың, мал. Мал деген жарасады сізге. Сен шығып кетші, құлағыр, жүр.